Сәлеметсіздер ме ұстаздар, бүгінгі видеода кері байланысқа арналған қызықты әдістерді көрсетемін. Бұл әдістер оқушылардың қызығушылығын арттырады, сабаққа зейінін аударады және сабақты жақсы естіп, сақтап қалуына септігін тигізеді. Сондай-ақ ашық сабақтарыңызда әріптестеріңізді таң қалдыра аласыз. Ал ендеше әдістерге көшейік. Бұл мұғалімге хат әдісінің жаңа түрі. Осындай почтаның суреті және хаттың суреті. Оқушы хатқа кері байланысын жазады да осы почтаға апарып салып кетеді. Келесі әдіс не білдім деп аталады. Мұнда оқушы осы суретте көрсетілген не айттым, не көрдім, не ұстадым, не білдім, не естідім, неден қиналдым деген сұрақтардың әрқайсысына жауап жазып шығуы керек. Тура осы әдістің осындай екінші түрі бар, мұнда суреттермен берілген. Келесі әдісте өте қызықты әрі жаңа әдістердің бірі. Бұл жерде барлығын түсіндім және сұрағым бар деп екіге бөліп, екі қағазды конверт етіп шығарып қоямыз. Ал оқушыларға суреттегі мына кішкентай парақшалар таратылып беріледі. Оқушы сұрағы болса сұрағым бар деп аты жөні және сұрағын жазады. Бәрін түсінген болса аты жөнін және барлығын түсінгендігін жазып, апарып екеуінің біріне салуы керек. Келесі лампа әдісі. Бұл жерде лампаның суретіне мен бүгін білдім, маған қиын болды, мен түсінбедім деп жауап жазып, аты жөнін жазып береді. Кері байланыстың бұл түрінде мынандай парақшаға мен бүгін не білдім, мен үшін не түсініксіз, мен келесі жолы не білгім келеді. Осы сұрақтарға жауап жазып және міндетті түрде аты жөнін жазып береді. Ал бұл көрнекілік телефон әдісінің жаңа түрі. Онда оқушы өз бетінше сабаққа кері байланыс жазып береді. WhatsApp арқылы кері байланыс аламыз. Мұнда WhatsAppқа хат жолдау әдісі шығарылған қағазшаларға оқушы өз пікірін жазып, апарып берілген телефонның суретіне салады. Назарларыңызға рахмет. Сабақта қолданып көріңіздер және осы видеоның астына кері байланыс қалдырыңыздар. Видео пайдалы болса лайк басып тіркеліп кетіңіз.